Қайырлы күн баршаға, менің каналыма қош келіпсіздер. Мен сіздерге бүгін котлеттің түрін үйрететін боламын. Өте дәмді, өте жұмсақ, майсыз болып піседі. Алдымен каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге фарш қажет болады. Тартылған ет, оның үстіне пиязымызды, негізі пиязды тартқыштан өткізу керек еді. Менде болмағандықтан майдалап турадым. Оның үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш, көз өлшемімен қосасыздар. Енді осындай сүтке жібітіп қоямыз алдын ала нанымызды. Осыларды нанымызды сүттен сығып алып, осыған қосатын боламыз. 2 кусок нан жетеді. Орта есеппен осылай. Бұны да көз мөлшерімен аласыздар. Фаршыңызға қарай. Мен 500 грамм фаршты алдым. Енді осыларды жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде осындай салқын су қосасыздар. Себебі біздің котлетіміздің арасы жақсы пісіп, сулы, яғни сочный дейді ғой, солай пісу үшін міндетті түрде су қосып, осылай жақсылап араластырып аласыздар. Бұл міндетті түрде. Мен осы қоспама осы бір кеседей, яғни шай ішетін кеседей суды қостым. Өте керемет шықты. Барлығын осылай араластырып алып, енді тапамызды аламыз, оны майлап, осындай аздап 2 ас қасықтай май қосасыздар. Осылай жақсылап майлап аласыздар. Енді осыған біздің котлет фаршымызды қосатын боламыз. Қолдарыңызды салқын суға осылай батырып алып котлет жасасаңыздар, қолдарыңызға жабыспайтын болады. Дәл осылай біркелкі етіп жасап шығамыз. Және де 220 градуста 25-30 минутта. Енді әркімнің пеші әртүрлі. Осылай бетін майлап, бәрін болған екен қызып тұрған пешімізге саламыз. Сосын котлетіміз осы піседі-ау деген кезде осылай бір кесе сумен соевой соусты осындай міне құйып шығасыздар. Бұл өте котлетіміздің толық пісуіне және де сочный пісуіне өте әсері мол. Міндетті түрде жасаңыздар. Міне менің котлетім дайын болды. Енді осыны қалауларыңызша мен күріш пісірдім. Гарниріне қаласаңыздар пюре пісіріңіздер. Видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Сонда менің әрбір салған тағамым сіздерге шығып тұрады. Хош, сау болыңыздар.